Эфирде кинобизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минутта біз әдеттегідей киноиндустрияның негізгі жаңалықтарымен таныстырып, аптаның басты премьералар туралы айтамыз. Ол бір фильмде екі кейіпкерді қатар ойнайтын Уилл Смиттің қатысуымен таспаланған гемейн фантастикалық боевигі мен отандық «Мен сені жақсы көремін» мелодрамасы. Сөйлем алаңында Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Марко Робби, хищные птицы суперқахармандық экшенде Харли Квиннің образын қайта сондай. Данияр Алшынов пен Санжар Мәди, Әділхан Ержановтың картинасында жекпе-жекке шығады. Бақтияр Қожа, покер ойнауды All In криминалды комедиясының түсірілім алаңында үйренген. Мен сені жақсы көремін мелодрамасының премьерасынан арнайы сюжет. Рүстем Әбдірашевтің Қазақ хандығы алтын тақ картинасы Оскар сыйлығына үміткерлер тізіміне енгізілді. Назарларыңызға әдеттегідей қазақстандық прокаттағы кассалық табысы бойынша үздік бестікке кірген фильмдер тізімін ұсынамыз. Тайна печати дракона. Түсіріліміне $49 миллион жұмсалған картина тарихтағы ең қымбат ресейлік жоба болып отыр. Қытаймен бірлесе таспаланған копродукциялық фильмде Голливуд жұлдыздарының қатысуымен түсірілген ресейлік фильм айналымның 3-ші аптасында 10 миллион теңгеге жуық табыс тапты. 4-ші орынға Брэд Питт басты рөлде ойнайтын звездным ғылыми фантастикасы жайғасты. Интерстеллар, Солярис, Космическая Одиссея ғарыштық философияға толы фильмдері тектес. Бұл туынды прокаттың 2-ші аптасында 30 миллион теңгеге жуық қаржы жинады. 3-ші орын Томирис тарихи туындысы. Ақан Сатаевтың режиссерлігімен түсірілген фильм Сақ патшайымының өжеттілігі мен қайсарлығы жайында баяндайды. Картинаға барлық дерлік отандық белгілі актерлер қатысқан, ал Кир патшаның рөлін голливудтық актер Гассан Масуд сомдаған. Томирис картинасы отандық көрермендердің шынайы қызығушылығын тудырып, айналымның 2-ші аптасында 110 миллион теңге жинады. 2-ші орын Эверест. Қар адамының баласын тауып алып, отбасына қайтармақ болған балақайлар туралы анимациялық лента. Отбасылық фильмдер релизіне еніп, көпшіліктің ыстығы класына бөленді. Как приручить дракона франшизасының авторлары жасаған кезекті анимациялық жоба прокаттың 1-ші аптасында 138 миллион теңгеге жуық табыс тапты. 1-ші орын Джокер. Поп мәдениеттің ең танымал кейіпкерлерінің бірі қалай пайда болғанын ерекше сарында көрсете алған Тодд Филлипстің картинасы осы аптадағы бокс-офистің көшбасшысы атанып отыр. Көрермендер басты рөлді сомдаған Хоакин Феникстің бірегей актерлік шеберлігіне әсіресе тәнті. Туынды тіпті Венециялық кинофестивальдің бас жүлдесін жеңіп алды. Супер зұлымға айналған қарапайым адамның қиын тағдыры туралы драма прокаттың 1-ші аптасында 376 миллион теңге табыс тапты. Қатпай, сен соңғы рет қашан төбелестің? Я же каждый день дерусь, ты же знаешь. Чего? Рингте. Мен бауырымда турнир қылшы. Төбелестірейік, ақша жасайық. Бауырым? Сколько ему лет? 5, 6. Что ты делаешь? Әділхан Ержановтың Атбайдың жекпе-жегі атты фильмі Польша астанасында 11-20 қазан күндері аралығында өтетін Варшава кинофестиваліне қатысушы туынды атанды. Короче, я выиграю турнир. А у меня дела пойдут в гору. Чтоб ты нам носы представлял? Драманың сюжеті көше бұзақысы Атбай жайлы. Ол кәсіби тұрғыда аралас жекпе-жек турниріне қатысуға бекінеді. Жеңіске жетуді көздейтін Атбай сүйіктісін қайтарып, жақсы өмір сүруді қалайды. Атбайдың рөлін Данияр Алшынов сомдайды. Оның қарсыласы Рафаэльді ойнаған Санжар Мәди. Варшава халықаралық кинофестивалінде Атбайдың жекпе-жегі атты фильмді режиссердің өзі Әділхан Ержанов таныстырады. Қазақстандағы тұсаукесер келер жылға жоспарланған. Фильмнің түсірілім жұмыстары былтыр Алматы қаласында өтті. Мы с Джокером расстались. И
хотела начать с чистого листа. Но оказалось, что не я одна искала в Готэме освобождения. Супер қаһармандық «Хищные птицы» экшн фильмінің трейлері жарық көрді. Лентаның басты кейіпкері сұлу зұлым Харли Квин. Бұл рөлді әйгілі Марго Робби сомдайды. Ну круто же, как пижамная вечериночка. Закажем пиццу, коктейльчики. Харли, соберись. Окей. Фильмдегі оқиға желісі «Отряд самоубийц» хикаясынан кейін басталады. Джокермен қоштасқан Квин жаңа өмір бастамақшы. Бірақ бұл жоспарын қылмыс шайлаған Готэмді жүзеге асыру тіпті мүмкін емес. Сұлу бикеш енді Бэтменнің жауы болған қара бетперделі жендетке қарсы шықпақ. Бұл рөлді Юэн Макгрегор сомдайды. Маргоға мақсатын орындауға аңшы бикеш пен қара шымшық көмектеседі. Ну разве не весело? Приготовились, дамочки? Ересектерге арналған экшн-комедияны таспалау жұмысына Кэти Ян жауапты болған. Туындының әлемдік премьерасы келесі жылдың 5 ақпан күні өтеді деп жоспарланған. Қазақстандық прокатқа да сол уақытта жол тартады. Рүстем Әбдірашевтің «Қазақ хандығы» «Алтын тақ» фильмі Қазақстан тарапынан шет тілдегі ең үздік фильм аталымы бойынша 92-ші Оскар марапатына ұсынылды. Оскар марапатын табыстау рәсімі Лос-Анджелес қаласында келесі жылы ақпан айында өтетін болады. «Алтын тақ» фильмі осы жылдың көктемінде прокатқа шыққан еді. Бұл туынды «Қазақ хандығы» сериалының 2-ші маусымның кино нұсқасы. Бұл кинолентада ұлы даланың төсін еркін жайлаған халқымыздың мемлекет болып қалыптасуы суреттеледі. Аталмыш фильм әйгілі жазушы Ильяс Есенберлиннің «Алмас қылыш» романының желісімен таспаланды. Қазақстан өзінің кино тарихында 2007 жылы Оскарға ең жақын болған еді. Ол кезде үміткерлердің тізіміне ресейлік режиссер Сергей Бодровтың «Моңғол» фильмі енген болатын. 2009 жылы Қазақстан тарапы Ермек Тұрсыновтың «Келін» фильмін Оскарға ұсынды. Бұл картина негізгі үміткерлердің тізіміне енуге сәл қалған еді. А вы разве не хотели бы туда с ними? Есть те, кто тянется к звездам, и те, кто помогает их достичь. Придется помогнуть. Лучший воздушный шар, созданный человечеством. Даже ему не совладать со стихией. Держись! Предчувствие подсказывает мне, что они не вернутся. Әлеуметтік желіде жаңа шытырман оқиғалы «Аэронавты» фильмінің трейлері жарияланды. Басты рөлдерді Эдди Рейдман мен Фелисити Джонс ойнаған. Фильм 1862 жылы әуе шарын тізгіндеген Амелия Рен, метеоролог Джеймс Глейшермен бірлесіп, атмосфераның жоғарғы қабаттарын зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде бастан кешкен шынайы оқиғаға негізделген. Я хорошо знаю аэронавтику и хочу заниматься тем, что умею. Женщинам не место в воздухоплавании. Бұл адамзат тарихында бірінші рет теңіз деңгейінен 9000 метр биіктікке көтерілу болды. Жоба режиссері міндетін «Острые козырьки» сериалынан танылған Том Харпер атқарды. Айта кетейік, Редмейн мен Джонс бұған дейін бірлесіп вселенная Стивена Хокинга жобасында өнер көрсетіп, үздік рөлдері үшін Оскар сыйлығымен марапатталған болатын. «Аэронавты» тарихи фильмінің премьерасы 6 желтоқсан күні өтеді деп жоспарланған. Хватайся за руку! «Жизнь Пи» картинасының авторы, Оскардың 3 мәрте лауреаты Энн Кли форматтарымен эксперимент жасауды жалғастырады. Бұл жолы киногер қазақстандық прокатқа «Гемини» атты ғылыми фантастикалық боевигін ұсынды. Осы аптадан бастап көрерменге жол тартатын туындыны таспалауға дайындық жұмыстары 20 жыл жүргізілген. Мәселенің барлығы түсірілім барысының техникалық қиындықтарында және екі бірдей басты рөлді сомдап шығу керек болған Уилл Смитті цифрлық жасартуда.
Хикаяның басты кейіпкері Генри Брюген. Ол зейнетке шыққан бұрынғы киллер, өз ісінің хас шебері. Кәсіби кісі өлтірушінің бұрынғы қожайыны Клей Варис оның көшірмесін жасап, жаңа мінсіз киллерді дүниеге әкелді. Кішкентай деген лақап аты бар кісі өлтіруші Генридің барша қабілетін бойына жинақтаған жас жігіт. Енді Генридің қажеті болмай, Варис оны өлтіру үшін жас киллерді жұмсайды. Бірақ әккі Генридің шеберлігі әлі де жоғалмаған. Ол қауіптен қашып құтылып кетіп жүреді. Они показали тебе мое фото? Да, ты старый. Парень, сделаешь еще шаг, и у меня не будет выбора. Уилл Смит боевик жанрының жұлдыз атағына әлі де лайық екенін дәлелдеді. Фильмде ол екі бірдей рөлді сомдаған. Олардың бірі өзінен 30 жасқа кіші әрі ширақтау. Актердің айтуынша бұл жоба оның мансабы басталғаннан бері ең күрделісі болып отыр. Скотт Пилигрим против всех және Грайндхаус фильмдерінің жұлдызы Мэри Элизабет Уинстед басты рөлді сомдайды, ал Клайв Оуэн басты зұлым кейіпкерді ойнайды. Қиялғажай боевикті HD форматында тұнық картина шығу үшін секундына 120 кадрмен таспалау ұйғарылған. Алғашқы көрермендері жобаның техникалық деңгейін жоғары бағалап, экшн сахналары үшін 120 кадрдың сәтті таңдалғанын айтады. Не стреляй в него! Фильм жайлы алғаш 1997 жылы белгілі болды. Ол кезде лентаны Disney студиясы жүзеге асырып, таспалау ісін Тони Скотт қолына алуы тиіс еді. Сценарийді жазу әйгілі «Игра престолов» фэнтези туындысында тер төккен Дэвид Бенниоффқа сеніп тапсырылды. Сол кезден бері Джерри Брукхаймер продюсер ретінде саналды. Фильмді таспалау жұмыстары 2018 жылы Американың Джорджия штаты Гленвилл атты жерде жүзеге асырылды. Және де түсірілім колумбиялық Картахена қаласында да жүрді. Уилл Смитке қарсы ғылыми фантастикалық боевигі осы аптадан бастап біздің прокатта. Романтикалық кино «Сөр қауым» осы аптадан бастап прокаттан отандық «Мен сені жақсы көремін» мелодрамасын көре алады. Басты рөлдерді әнші Сара Амангелді мен «Лифт» және «Кровавый транзит» фильмдерінен танылған Жандос Айбасов сомдаған. Кинобизнес бағдарламасының түсірілім тобы аталған туындының Алматыда өткен премьерасына арнайы ат басын бұрған болатын. Ты где была? Со своим другом. Тот, который устроил мордобой? То, что мы с тобой виделись пару раз, не означает, что ты можешь... я понял, что ты? Не ори на меня. Өз фильмін таспалау идеясы Гүлнұр Мамасариповаға 3 жыл бұрын келген екен. Басты рөлдерді сомдаған Жандос Айбасов пен Сара Амангелді. Жандосты көрермен қауым «Он и она», «Районы», «Тарас», «Кенже» секілді картиналар арқылы білет. Актердің қоржынында 20 шақты кино жобалар бар. Ал Сара үшін бұл дебют. Ол халық арасында Кешью тобының экс-әншісі ретінде танымал. Жас сұлу енді кәсіби актрисалық мансабына жол ашты. Бұл фильмде біз Айнұр Көпбасарованы, Берік Айтжановты, Артур Асқарұлы мен Шәріп Серікті көре аламыз. Картина режиссері Ернар Нұрғалиев. Я хотела снять красивую историю любви, потому что сейчас на рынке практически все хотим заработать. Мен керемет махаббат хикаясын таспалауды қаладым. Қазіргі таңда біз нарықтық кинода тек пайда табу үшін комедия түсіретін болдық. Мен бұл жобаға көптеген адамдардың келмейтінін біле тұра мелодрама түсірдім. Біздің жастардың арасында өзінің сүйікті кейіпкерлерін романтикалық туындылардан көруді қалайтындар көп. Бұл идея жүрегімді жаулап, осы шешімді қабылдадым. В таких романтических фильмах я не знаю, почему-то я этой идеей заразилась. И очень хотела снять это кино. Картина сценарийі бірнеше мәрте қайта жазылған. Сюжет бойынша Сара жас әрі талантты әнші қыз. Ол ескі көзқарастағы қатал анасының үнемі бақылауында.
Сахнада ән салып жүріп, Сара кездейсоқ ММА жауынгері Бекпен танысады. Олардың кездесуі өмірлерін өзгертеді. Уақыт өте бұл таныстық ұлы сезімге ұласып, анасы Сараның таңдаған серісіне мүлде қарсы шығады. Болашағы жоқ жігіттен қызын арашалап қалуды көздейтін Бикеш түрлі әрекетке барады. Мелодраманы Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында бір айдың ішінде таспалаған. Картина бюджеті 50 миллион теңгені құрайды. Сложные съемки были, это только сцены драки. Мы это снимали очень долго. Они реально... Төбелес сахналарын таспалауға ұзақ уақыт кетті. Кейіпкерлер бір-бірін шында бұрды. Жандос Айбасовтың өзі каскадер болғандықтан бәрі шынайы өтті. Тіпті жарақаттары да болды. Мен режиссерге айқайлаған кездерім болды. Ол болса ақырына дейін түсіріп дегеніне жетті. Все, хватит, достаточно, но он очень долго снимал. В итоге добился того, чего хотел. Белгілі вайнер Артур Асқарұлы өзгеше кейіпте шығады. Оған концерттік директордың рөлі бұйырған. Артурдың сөзінше, ол өз кейіпкерін түсірілім барысында құрастырып, көп жағдайда импровизацияға жол берген. Скинули сценарий, попробовали на кастинге. Сценарийді жіберіп, келіп оқылымға қатысуымды сұрады. Мен келіп оқып бердім. Олар менің Сарамен үйлесетінімді көрді. Менің кейіпкерім екінші рөлдегі адам болғандықтан аса қатты қиындық болған жоқ. Басты рөлдегі актерлерге оңай болмағаны анық. Бұл концерттік директордың қалыпты образы. Ол үнемі біреудің іші бауырына кіріп, көңілін аулап жүреді. Ол Сараның жанында барынша өзін пайдалы етіп көрсетуді қалайды. Той, на кого работает, это мама Сары. Авторлардың сөзінше бұл картина негізінде жастарға арналған туынды. Актерлер фильмді тамашалайтын көрерменнің махаббатын табуға деген құлшыныс оянғанын қалайды. Бұл мақсаттың қаншалықты сәтті орындалғанын бағалау халықтың еншісінде әрине. Мен сені жақсы көремін туындысы 10 қазаннан бастап отандық прокатта. Каждый день думаю о тебе, потому что я тебя... Осы аптаның тағы бір мелодрамасы америкалық режиссер әрі сценарист Вуди Алленнің «Дождливый день в Нью-Йорке» картинасы болмақ. Фильмнің өндіріс процесі 2017 жылы аяқталып қойған. Бірақ Amazon студиясы Алленнің айналасындағы жанжалға байланысты лентаны шығарудан бас тартқан. Нәтижесінде фильмді көрсету құқығын бірнеше еуропалық және латынамерикалық мемлекеттер сатып алды. Сонымен қатар жоба енді қазақстандық прокатта да бар. Вы самый интересный американский режиссер. Раз уж это ваше первое интервью, хотите эксклюзив? Обедай без меня. Почему? Он переживает кризис. Эксклюзив. Америкалық киноның классигі Вуди Аллен үшін бұл Amazon студиясымен бірлесе түсірген 4-ші жобасы. Бұған дейін компания режиссердің «Светская жизнь. Колесо чудес. Кризис в 6 сценах» атты туындыларын қаржыландырған еді. 1977 жылдан бері киногердің Энни Холл атты картинасы 4 бірдей Оскар марапатын алғалы бері. Вуди Аллен Американың ең басты кино марапатына бірнеше мәрте ұсынылды. Ол бүгінге дейін 40 кино сценарий жазған маман. Эшли, что такое? Ты обещала перезвонить 30 минут назад. Тут фильм на 70 миллионов, а Ролли им очень недоволен. Ты зовешь его Ролли? Да, и нам с Тедом надо его найти, пока он опять не слетел с катушек. Какой Тед? Это был ваш парень? Да, он такой эксцентричный. Оның «Дождливый день в Нью-Йорке» атты жаңа мелодрамасының басты кейіпкерлері жас ғашықтар. Жігіт өзінің сүйген қызына туған жері Манхэттенді көрсетуді армандайды. Дегенмен жоспары күрт өзгеріп, бұрынғы көңіл қосқан қызын кезіктірген сері қыдырып кетеді. Эй, Эшли! Я не могу сейчас говорить. А что тут могут быть за секреты? Что-то тут явно дело нечисто. Что-то тут явно дело нечисто. Бағдарламамыздың түсірілім тобы су жаңа All In атты отандық криминалды драманың шығармашылық алаңында болып қайтты. Фильмнің негізгі кейіпкері құмар ойындарға әуес банк қызметкері. Жас режиссер Марлен Кейкішевтің бұл үлкен кинодағы дебюті, және ол жобаның авторы, режиссері әрі сценарисі. Сценариймен жұмысы 3 жыл уақытқа созылған екен. Марленнің сөзінше All In фильмі заманауи әрі шынайы өмірді суреттейтін туынды.
Оның айтуынша бұл тектес кино туындыларда қазақстандық көрермен бұрын тамашаламаған екен. Сценарий я писал около 3 лет. Но я не писал только в свободное время от работы. Мен сценарийдің өзін 3 жылдай уақыт жаздым. Негізгі жұмыстан тыс уақыттың бәрін соған арнадым. Көптеген кітаптар оқып, сценарий жазуға және кино саласына қатысты еңбектермен таныстым. Бұл менің бала кезімдегі арманым еді. Өзім «Миллионер из трущоб» фильмін көріп, шабыт алдым. Жаңа фильмімде өмірлік оқиғаны суреттейді деп айтуға болады. Этот фильм послужил рождению идеи связать игру с жизнью. Толық метрлі туындының продюсері, кәсіпкер Еркебұлан Біләлов пен белгілі тележурналист Ғазиза Райымбек, қоюшы оператор 10 жылдан астам кинода тер төккен Фуркат Саипов. Снимали сцену банка, и режиссер прям настаивал, что... Банктегі сахнаны таспалап жатқанбыз. Режиссер әйгілі операторлық әдісті қолдануды талап етті. Өкінішке орай ондай техника бізде болған жоқ. Сондықтан түсірілім алаңында біз 85-ші объективті қолданып, қозғалыспен панораманы қатар алып шығу керек болды. Бұл талапты орындау күллі техникалық топқа ауыр жүк, әрі сынақ болғаны анық. Дегенмен 28-ші дубль дегенде бұл әдісті сәтті жүзеге асырдық. При 28-м дубле это сумели сделать. Картинаның түсірілім жұмыстары Қазақстанның Алматы және Шымкент қалаларында жүзеге асты. Фильмді таспалауға арнап бүтіндей банк бөлімшесі мен казино құрастырылған. Көрермендер аты шабысқа толы сахналарды да тамашалай алады. Фильмде белгілі қазақстандық актерлер Шыңғыс Қапин, Ильяс Көпжасаров, Лаура Мұхтар ойнайды. Алтын айдың рөлін сомдаған Зарина Балмағанбетова үшін бұл дебюттік жобасы. Басты кейіпкердің образында Ербол Семқұлов ойнайды. Да, это очень что-то новое, да, в Казахстане пока такое не снимали. Даже если... Бұл Қазақстанда болмаған ерекше жоба. Тіпті түсірілгеннің өзінде бұл фильм өзге ленталарға мүлде ұқсамайды. Менің кейіпкерім маған ұқсайтын Батыр есімді жақсы жігіт. Тағдыры тарту еткен сан тосын сыйды. Батыр тез қабылдап, ешқандай қиындықтарға қарамастан көздеген мақсатына жету жолында еш аянбайтын азамат. Будет от этого страдать, он идет до конца ради своей цели. Ал белгілі кино және театр актері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Бақтияр Қожаға покер ойынына түсірілім алаңында үйренуге тура келіпті. Мені жігіттер қазір үйретіп жатыр. Марлен деген режиссеріміз бар. Ол жақсы покерді біледі екен. Өзі жазды ғой. Өзі жазып, өзі маған көрсетті. Мен емес, осы стол басында отырған қаншама жігіт қыздар болдық, бәрімізге үйретті. Сөйтсек, жалғыз мен емес екен, сол жігіттердің қыздарын біреу бармайды екен. Көрдіңіз бе? Жастарға да айтатым сол. Ал үйренуге болады екен. Бірақ та мынау картаның келуіне байланысты, анау сәйкес келуіне байланысты. Қаншама ақша, фишкалар дейді ғой, ақша емес, фишкалар, бірақ оның бәрі ақша ғой. Сондықтан да бұл сол жерде отырып, бәріміз қызып кеттік. Қыз ойын екен, қызық ойын екен. Ойнасақ болады екен ғой, көрдіңіз бе? Ми қалай өзгеріп кетті. Психология қалай өзгеріп кетті, көрдіңіз бе? Мына жерде фишка толған бұл ақша ғой. Ана жерде тасын, келді, қартам келді. Мен ұтатын болдым. Ал, құмарлық. Көрдіңіз бе? Менің психологиям уже өзгеріп жатыр. Өте жаман. Өте жаман. All in Action драмасы 2020 жылдың қаңтар айында көрерменге жол тартады. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз шытырман оқиғалы Малефисента фэнтези туралы айтып, оның қазақша нұсқасындағы кейіпкерлерді кім дыбыстайтынын білеміз. Бүгінге осы түсірілім алаңында кездескенше.